Алматыдағы қысқы универсиада ойындары аясында бүгін тау шаңғысы мен конькиден және шаңғы қос сайысынан жүлдегерлер анықталды. Қазір шаңғы мен тұғырдан секіруші жігіттер арасындағы бәсеке басталады. Алатау етегіндегі аламанда жүрген спорт шолушымыз Қанат Базылхан жалғастырады. 28-ші бүкіләлемдік қысқы универсиада ойындарының 3-ші жарыс күні 9 медальдар жиынтығы өз иесін табады. Соның екеуі шаңғы мен тұғырдан секірушілерге тиесілі. Әйелдер арасындағысында Қазақстан атынан тек Даяна Ахметвалиева жарыс жолына шықты. Ал ерлер арасындағысында Қазақстан намысын 4 бірдей спортшы қорғайды. Мамандар Сабыржан Мүмінов пен Сергей Тканчикадан үміт күтеді. Медеуде конькиші қыз жігіттер 3000 және 500 метрлік қашықтықта сынға түсті. Бұл сайысқа Қазақстан атынан Татьяна Климчук, Мария Сизова және Эльвира Халқова қатысты. Олардың арасынан Татьяна Климчук үздік нәтиже көрсетіп, жүлделі орынға сәл жетпей қалды. Қазақтың спорт және туризм академиясының студенті 3000 метрлікті 4 минут 28 секунд уақытта аяқтап 5-ші орынға табан тіреді. Беларусь қызы Мария Зуева қысқы универсиада чемпионы атанды. Ерлер арасындағы 500 метрлікте қазақстандық Роман Креч 7-ші орынды қанағат тұтты. Роман Креч осы маусымдағы әлем кубогында алтын медаль жеңіп алды. Бұл жеңіс оның өміріндегі алғашқы үлкен жетістігі. Мен Романға осы универсиада ойындарында сәттілік тілеймін. Оның медаль алуға мүмкіндігі бар. Бүгін мәнерлеп сырғанаушылардың да жарысы басталды. Алматы арена мұз айдынына алдымен қыздар шықты. Қысқы спорт түрлерінің төреші саналатын сында 31 спортшы бәсекеге түсті. Қазақстан атынан Айза Мамбекова мен Вероника Шевелева және Жансая Адыханова шеберліктерін паш етті. Бұл спорт түрінде ресейліктердің шоқтығы биік тұр. Бүгін қысқа бағдарламадан кейін Елизавета Тоқтамышева топ бастады. Жеңімпаздар ертең анықталады. Бірінші секірім Сальхов тұлып, үш айналым Сальхов, екі айналым тұлып болу керек еді. Бірақ өкінішке қарай сәті келмеді деп. Шын айтсақ, өте шулы, өте ыстық қабылдағаннан кейін шығар, білмеймін. Тау шаңғысының шеберлері де универсиада ойындарының кезекті жүлделерін сарапқа салды. Алатаудың етегіндегі Шымбұлақ кешенінде нәзік жандылар супер комбинация бағдарламасы бойынша мықтыларды анықтады. Шаңғы қос сайысында да жерлестеріміз жүлдеге жақындай алған жоқ. Қанат Базылхан, Эдуард Кан, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Ал қазір назарларыңызға дүниежүзілік универсиаданың ең әдемі көріністерін ұсынамыз. Бірге тамашалайық. Алина Райкова,